Баршаңызға сәлем. Таңғажайып скотч атты ғылыми жобамызбен таныстыратын боламыз. Жапсырмалы таспа немесе скотч бұл біздің заманымызда таныс және жалпыға ортақ нәрсе. Таспаның көмегімен біз жыртылған кітаптарды бүтіндейміз, қаламдарды және тағы басқаларды жамаймыз. Зерттеу мақсаты скотчтың қасиеттерін және оны күнделікті өмірде қолдану тәсілдерін зерттеу. Сауалнама жүргіздік оқушылармен. Скотч таспасы деген не екенін білесіз бе деген сұраққа 100% оқушылардың білетіндігін анықтадық. Сіз скотчты қай елде ойлап тапқанын білесіз бе дегенге 50% ақш-та, 50% білмейтіндігін айтты. Сіз скотчтың түрлері туралы білесіз бе дегенге 85% оқушылар скотчты білетіндігін білдірді. Сіз таспаны жиі қолданасыз ба деген сұраққа 65% оқушылар жиі қолданатындығын айтты. Скотч қалай пайда болды? Скотч жұқа жабысқақ мөлдір лента. Жабысқақ таспа немесе скотч тұрмыста және өндірісте қолданылатын жабысқақ қабаты бар жұқа лента. Нысандарды бір-біріне жабыстыру үшін сонымен бірге қорғаныш декоративті жабын ретінде қолданылады. Ричард Дрю 1899-1980 жылдар ақш Миннесота штатындағы Сент-Пол қаласынан шыққан Ричард Дрю алғашқы таспа шығарушы. 1930 жылы ЗМ корпорациясы жаңа өнімге құқық алды және жабысқақ таспаның орамдарының сериялық өндірісін орнатты. Өз кезегін күткен ол екі көлік сырлаушылардың ұрысып жатқанын көреді. Бөлгіш сызықтар арасындағы екі түстің тегіс болмай қиындық тудырып жатқанын байқады. Сол кезде Ричардтың басына идея келе қалады. Өйткені ол целлофан шығаратын фермадағы химик зертханашы болды. Сонымен жабысқақ мөлдір целлофан таспасын алып көлікке жабыстырамыз. Соған сүйене отырып машинаны бояймыз. Шотландық таспаның атауы оңай тарады және тамыр алды. Өйткені 20 ғасырдың басында пайда болған ЗМ корпорациясын шотландтар иемденді. Алдымен Уильям МакГонаган, содан кейін Уильям Макнайт. 1932 жылы Джон Борден лентаның бос ұшын орамда ұстап тұратын және одан бөліктерді оңай кесуге мүмкіндік беретін пышақпен құрылғыны ойлап тапты. Скотчтың түрлері кеңсе таспасы, бояу таспасы, орама. Техникалық таспалар мықты таспа, алюминий таспа, металдандырылған таспа. Логотипі бар таспа, екі жақты таспа. Арнайы түрлері медициналық таспа, макияж маникюрге арналған таспа, сенсорлық құрылғыларға арналған таспа. Сырлау бояу жұмыстарына арналған арнайы желім таспасы креп. Сантехникалық желім таспасы ол duct type деп аталады. Ірі өнім өндірушілер және сауда өкілдері логотипі бар желім таспасын қолданады. Хирургиялық желім таспа. Таспа қасиеттері беріктік, су мен ауаны өткізбейді, мөлдірлік, зиянсыздық, скотчтың иісі мен дәмі жоқ, майыстырған кезде сынбайды да, жарылмайды да. Скотчтың қасиеттеріне тәжірибе жасау. Скотчтың беріктігін сыныптастармен бірге тексеруге шешім қабылдадық. Ол үшін біз скотч таспасына сөмкелерімізбен өзіміз арқылы салмақ түсірдік. Бірінші тәжірибе болжам бір қабатты скотч сөмкенің салмағын көтере алады. Мен таспаның жолағын алдым, оған 3 кг 400 грамм сөмкені бекіттім. Нәтижесі скотч сөмкенің салмағына төтеп берді. Екінші тәжірибе болжам бір қабаттағы скотч 2 сөмкенің салмағына төтеп бере алады. Тағы да таспаның жолағы, бірақ салмағы 6 кг 300 грамм болатын 2 сөмке оған ілінді. Нәтижесі скотч таспасы 2 сөмкенің салмағына төтеп бере алды. Үшінші тәжірибе болжам бір қабатты скотч 3-ші сынып оқушысының салмағын көтере алады. Бұл тәжірибені өткізуге сыныптастарым көмектесті. Біз таспаның жолағын алдық. Оны орындықтарға екі ұшымен бекітіп, импровизацияланған орындықты жасадық. Мен оған отырдым. Бір қабатты скотч менің салмағыма төтеп бере алмады. Төртінші тәжірибе болжам екі қабатты скотч 3-ші сынып оқушысының салмағына төтеп бере алады. Енді мен орындығымды нығайттым, яғни таспаның екі қабатын бүктедім. Нәтижесінде екі қабаттағы скотч менің салмағыма төтеп берді. Жүргізілген тәжірибелер болжамды растайды. Скотч берік материал. Екінші тәжірибе. Су мен ауаны өткізбейді. Бесінші тәжірибе. Болжам таспа су мен ауаны өткізбейді. Бұл тәжірибе үшін маған ең қарапайым пластикалық бөтелке қажет. Зақымдалған бөтелке суды, ауаны
өткізе бастайды. Бүлінген жерді скотчпен бекітеміз. Нәтижесінде су мен ауа өтпейді. Мөлдірлігі тәжірибе 6. Болжам. Мөлдірлік арқасында заттың скотчпен желімделгенін байқамауға болады. Сіз бұл қасиетті қарапайым түрде растай аласыз. Кез келген затқа таспаның бір бөлігін жапсырыңыз. Желімделген бөлік астынан негізгі дүниені көре аласыз. Нәтижесінде скотчтың мөлдір екенін білдік. Иісі мен дәмі жоқ. 7. тәжірибе. Болжам. Скотчтың иісі жоқ. Оны скотч лентасына иіскеп-ақ білуге болады. Нәтижесі иісі жоқ. 8. тәжірибе. Көптеген иілістерден кейін жарылып та сынып та кетпейді. Болжам. Егер сіз таспаның бір бөлігін сындырып, содан кейін оны түзетуге тырыссаңыз, ол жарылып та сынып та кетпейді. Бұл тәжірибе үшін маған желім таспасының бір бөлігі қажет. Таспаның сынбайтынын және жарылып кетпейтінін дәлелдеу үшін мен таспаны алып, оны мыждым. Енді мен оны қайта жаздым. Скотч шамалы қырмыждалғанымен ол орнына қайтып келді. Скотч бұрынғы күйіне ие болды, тек ол аздап мыжылды. Нәтижесі скотч таспасы сынбайды да, жарылмайды да. Таспаны қолданудың стандартты емес әдістері. Әдетте біз көптеген жағдайларда скотчты жапсыру үшін қолданамыз. Дегенмен оны стандартты емес жағдайларда да пайдаланудың жолдары бар екен. Оны мына қызықты суреттерден байқауға болады. Бұл адамның шығармашылық қызығушылығына байланысты. Видео гүлжапырақтар сынып қалған жағдайда осылай скотчпен жапсырып қоюға болады. Мысық мастер-классы. Скотчпен, қағазбен мысық жасап шығаруға болады осылай. Қорытынды. Скотч бұл әмбебап жабысқақ таспа, өте пайдалы және қолдануға оңай. Жұмыс барысында мен оқушылардың скотч сияқты көмекші туралы жеткілікті білетінін білдім. Мен күнделікті өмірде скотч лентасын қалай қолданатынын анықтадым. Көбінесе әртүрлі саладағы жұмысшылар да, күнделікті өмірдегі барлық адамдар да скотчты қолданады. Таспадан біз көптеген пайдалы заттар жасай аламыз және оны декор ретінде қолдана аламыз. Сондай-ақ зерттеу барысында мен скотчтың 1930 жылы пайда болғанын, ал скотчтың туған күні 8 қыркүйек екенін білдім. Ұсыныстар. Скотчтың қай жерлерде қолдануға болатыны туралы кітапша жасалынса, желім таспаның қасиеттері, түрлері туралы арнайы курстарда өтілсе, желім таспа көрмесін жасасақ. Осымен желім таспасы скотчқа арналған бейнебаянымыз аяқталды. Тағы да осындай қызықты материалдармен танысып, уақытылы көріп отыру үшін арнамызға лайк басып, қоңыраушаны белгілеп, тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да қызықты жобаларды ұсынатын боламыз. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.